Жұмыс уақыты біткен соң Арай үйіне қайтқысы келмеді. Әріптесі Сабинаға: "Бүгін жалақы алдық. Жүрші мейрамханаға барып көңіл көтерейік. Мен сені қонақ етейін. Тек қасымда отырсаң болғаны" деді. "Сол-ақ екен Сабина. Ойбай-ау, жалақыға әрең жеттік қой. Үйге азық-түлік апаруым керек. Екі балапанымның мені күтіп отырғанын білесің. Ертерек барып тамақтарын пісіріп берейін. Балаларым көптен бері жөнді тамақта іше алмай жүр. Ет апарып сорпа істеп берейін. Олар аш отырса, мен қалай сыртта көңіл көтеремін, жаным-ау. Одан да жексенбі күні барайық күндіз" деп басын ала қашты. "Өй, сен де бір. Екі балаң жалғыз емес қой үйде. Әжелері қасында. Бір тамақ пісіріп бере алатын шығар. Сен де бір күйіп пісе бересің" деп тыжырынды Арай. "Мамам ауру екенін білесің, құрбым. Оның өзін қарайтын бір адам керек. Балаларыңды қарамаса, ауылда тыныш отырған жерінен неге алдырдың онда?" Сабинаға ашуы келді. "Екі баламды мен күндіз жұмыста кезімде қарап отыр. Соның өзіне рахмет. Жас кезіңде ойнап күлмегенде енді қашан? Күйеуіңнің қаза болғанына біраз жыл болды. Әлі қара жамылып жүрсің. Әдемі түрің бар. Менің сен сияқты басым бос болғанда өзім білетін едім қалай өмір сүруді. Бекерге жас дәуірің кетіп барады. Екі балам деп бүкіл өміріңде жалғыз өтпексің бе? Бүгін сенімен бара алмаймын, айып етпе." Үйге қайтуым керек деген әріптесі балаларына жеткенше асықты. Арай кеңседе жалғыз өзі қалды. Жұмыстағылардың бәрі бүгін ерте қайтып кетіпті. Ал ол үйіне барғысы жоқ. Барғанда не істейді? Күнде қайталана беретін бір сарында, еш өзгерісі жоқ тұрмысынан жалыққан сияқты. Күйеуіне тамақ береді, екеуі екі жерде состиіп отырып теледидар көреді. Одан қалса күйеуі жұмысындағы оны-мұны қызықтарды айтқан болады. Сосын ұйқыға жатады. Дәл осы тіршілік 4 жылдан бері жалғасып келеді. Ең болмағанда араларында ермек болар сәби де жоқ. Ол жағын ойласа тағы да қамыға түседі. Өз үйіне аяғы тартпай, әрең жеткен Арай күйеуінің компьютерге шұқшиып отырғанын көріп тағы ызаланды. Мұның келген-келмегенімен ісі де жоқ. Әйтеуір жұмысына байланысты сызбаларды сызып отырғаны үнемі. Бүгін Арайдың еш нәрсеге зауқы жоқ. Тіпті тамақты жылтып күйеуіне дайындап та бермеді. Киімін ауыстырып болған соң төсегіне жата қалды. Ал еркін келіншегінің жұмыстан шаршап келетінін түсінеді. Ондай кезде дайын тамақтарға тапсырыс беріп, өз қамын өзі жасай береді. Бүгінде солай болды. Компьютердегі жұмысын бітірген соң ол басын көтерді. Сол кезде ғана келіншегі есіне түскендей үй ішіне көз жүгіртті. Арай бүгін ерте жатып қалыпты. Оны мазаламайын дегендей, жатын бөлменің есігін жаймен жауып қойған еркін кешкі астың қамына өзі кірісті. Арай күйеуінің тырп-тырп басқан әр қадамын санап жатыр. Оның еденді сыза жүрген аяқ дыбысы жүйкесіне тиюде. Құлағы жарылып кететіндей, орнынан ыршып тұрып, еркінге айқайды салғысы келді. Бірақ қашанға? Кеше ғана екеуі қатты айқайласқан. Күйеуінің өзінің ұстанған қағидасы бар. Ешқашан бұл айтқандай есі кеткен еркек бола алмайды. Осы өміріне шүкіршілік етеді. 5 уақыт басын сәждеге қойып, жаратқанға алғысын жаудырып, тура жолға салуын тілеп отырады. Тып-тыныш атып жатқан әр таң үшін ол бақытты. Тек Арай үшін олай емес. Бұл өмір ғой. Өмірден бәрін көру керек. Отбасын құрдым екен деп сол шеңберде шектеліп қалу шарт емес шығар. Ол бойдақ күнінде түнгі клуб, би, мейрамханаларға барып көңіл көтергісі келеді. Қазіргі өмірінен жалығып жүр. Ал күйеуі мұндайға жол бермейді. Оның бір сыдырға, тұйық мінезінен шаршап жүр. Іздегенге сұраған дегендей, Арайдың ұялы телефоны шыр ете қалды.
Көптен бері хабарсыз кеткен сыныптасы Роза екен. Ол мұның қамығып кең дүниеге сыймай жатқанын сезген секілді. Түнгі клубқа барайық, еркінді ерте шық. Біз күйеуім екеуміз барамыз дейді телефонның ар жағынан. Арайға да керегі осы. Орнынан ұшып тұрып, ас үйде күйбеңдеп жүрген күйеуінің қасына жетіп келді. Роза хабарласты. Күйеуі екеуі шақырып жатыр. Кеңсейші тез, билеп қайтамыз. Қолыңдағы тарелканы қоя салшы, сол жақтан тамақтана саламыз деді Жанары от шаша. Еркін әйеліне жақтырмай қарап. Қайда? Не үшін барамыз? Деді бірден. Тағы да бастамашы. Жүрші енді, көңіл көтеріп қайтайық. Жұмыс деп жүреміз күндіз, кешке мынау 4 қабырғаға қамалып өміріміз өтіп жатыр. Кеттік барайықшы деді қиылып. Жоқ бармаймыз деген күйеу шорт кесті. Неге? Не үшін? Айтшы. Неге менің жыныма тие бересің сен? Өзің апармайсың, шақырған жерге бармайсың. Не деген адамсың өзі? Шайтанның жиналған жері деп лекцияңды оқығаннан басқа не білесің? Деген Арай шәңкілдей жөнелді. Өткенде айтып едім ғой саған. Менға кірмеген бе сенің? Зеріксең ертең театрға, саябаққа, киноға барайық. Тек жын ойнағы бар жерді айта көрме маған. Өзің білесің намаз оқитынымда. Сен бармасаң, мен өзім барамын. Бармайсың. Ешқайда бармайсың. Мені енді осы үйде қамалып өлдейсің бе? Бүткенше шетін жерде ішіп, билейтін жерде билеп, шегетін жерде шегіп жүргенің жақсы еді. Саған үйленгелі бері ешқандай бөтен қызға көз салмадым деп, маған міндет етесің тағы. Сен сияқты іш пыстыратын еркекке қандай қыз қарайды дейсің? Тек қана менің бетіме қарап отырғанша жүретін қыздармен жүр, іш, төбелес. Еркек бол. Нағыз еркек бол. Былжырап алып сен де бір. Еркек деген мінезді, дерзкий болуы керек қой, еркін келіншек сыңсып жылай бастады. Қой дедім саған, артық сөйлеме деген еркін өзін әрең басып тұр. Арай жұлқынып жүріп киімдерін киді де үйден шығып кетті. Бұл түні ол Розаның үйіне қонып қалды. Өздері де түнгі клубтан таң ата қайтқан. Құрбысына әбден күйеуін жамандады. Сүмірейіп қалған біреу екен. Қыз жігіт болып жүргенде қалай байқамағамын. Онымен бірге өмір сүре алмайтын сияқтымын. Зерігіп кеттім, жалығып кеттім. Скучно маған. Әйел көңілін аулауды білмейді мүлдем. Компьютерінен басқа қызық жоқ ол үшін. Намаз оқуға мені үгіттейтінін қайтерсің. Әбден өзін шектеп тастаған. Анау болмайды, мынау болмайды оның айтуы бойынша. Оның сөзіне ерсем, хиджаб киіп, үйден шықпай отыруым кереген. Жұмысымнан да шығарып алмақшы. Өмірге келдің бе, бәрін көру керек қой. Қайдан ғана тап болдым бұл еркек сымаққа. Не жөні түзу досы жоқ компания болып қыдыратын. Өңкей уағыз оқитын шал сияқты біреулер деп күйеуімен ажырасқысы келетінінде айтып салды. Роза ақыл айтып сабырға шақырудың орнына оттықты одан сайын тұтатты, ажырас. Не қыласың жас басыңды қырқылып? Ол сенің теңің емес. Ауылда бір қызына үйлену керек еді негізі ол. Ал сен отсың ғой. Бойыңда энергияң көп деп қосыла жамандады. Арадан бірнеше күн өткенде Еркін мен Арай ажырасты. Екеуміз тең емес екенбіз. Мен сен менің талғамымызға сай келмейміз. Өзің сияқты анау болмайды, мынау болмайды дейтін қызық өмірден мақұрым біреуді тауып ал. Сенімен бақытты бола алмайды екенмін деп, бүйректен сирақ шығарған әйеліне басу айтпақ болған Еркіннің әрекетінен түк шықпады. Тыныш өмірдің қадірін білсейші, ақымағым-ау деген оған. Ішім пысып жарылып кетуге шақ қалып жүрмін деген келіншек еш ойланбай ажырасуға арыз тастады. Олар ажырасқан соң пәтерді сатып ақшаларын теңдей бөлісіп алды. Екеуі екі жаққа тарқасты.
Арай басына еркіндік алған соң, өзінің талғамына сай нағыз дерзкий еркекті іздей бастады. Көп уақыт өтпей, Ғабит есімді бір жігітпен танысты. Өзі бойдақ, ұрда жық жігітке бірден есі кетті. Өзінің талғамына сай еркеген. Арайға қымбат әшекейлер әперіп, қалаған жеріне қыдыртады. Шетін жерде ішіп, билейтін жерде билеп, еш зеріктірмейді. Екеуі түнгі клубтан шықпай, уақыттарын өте көңілді өткізеді. Ол Ғабиттен ажырап қалғысы келмеді. Өзінен жас, сұлу қыздар бұл жігітті іліп алып кетпей тұрғанда, Арай тездетіп тұрмысқа шығып алғысы келді. Оның қалауы да тез орындала кетті, әйтеуір. Ойын жұқалап жеткізіп еді, Ғабит те үйленетінін айтты. Арайдың бақыттан басы айналып еді сол кезде. Не керек, дәулетті әке шешесі Ғабитке дүрілдетіп той жасап берді. Арайдың оп-оңай жолы бола кетті ғой. Ата-енесі де мұны жақсы қабылдады. Екеуің отбасы болып кетсеңдер болды. Сендер бақытты болсаңдар, біз де бақыттымыз деп тойдан кейін-ақ еншілерін беріп бөлек шығарып қойды. Судың да сұрауы бар емес пе? Қалай ғана Арайдың арманы тез орындала кетті. Бірақ бұрынғы скучный күйеуінен құтылып, арманындағы нағыз еркекке тұрмысқа шығып, бақыттан басы айналып жүрген ол бұл жайында терең ойланғысы келмеді. Уақыт төреші. Су тегін, оп-оңай келе салған бақыттың астында өтеуі қиын ауыртпалықтар жатқанын Арай күндер өте көре бастады. Бұған дейін Ғабиттің 2 рет үйленіп ажырасқанын, ұрлық үшін 3 жыл түрмеге отырып шыққанын, ол тойдан кейін айналадағылардан хабардар болды. Сенгісі келмеді, күйеуінен сұрап еді, мойындады. Еңіреп жылады бұл. Мейлі өткен өмірі ғой, деп өзін әрең жұбатқан. Дегенмен Арайдың көрер құйқайы әлі алда болатын. Ғабиттің құмар ойындарына әуес екенін білгенде қатты қиналды. Ата-енесіне айтып еді, олар қайтеміз енді. Қолымыздан келгенін істедік, адам болсын деп. Беті бері қарамады. Саған жолыққан соң біраз қойып кетіп еді. Біз қуандық. Қайтадан бастады ма? Сол бала адам болсын деп қолымыздан келгенін жасадық қой. Сор болды ғой бұл бала. Саяжайды да саттық, қала орталығындағы жалға беріп қойған бір пәтерімізді де сатып, қарызынан арашалап алдық. Білмейміз енді. Өзің өйтіп бүйтіп адам қылмасаң, біз еш нәрсе істей алмаймыз деп егілген. Арай, осындай бәлеге құмар екеніңді маған неге айтпағансың? Деп еді, Ғабит жұдырығын көрсетті. Сенің тілің шығайын деген екен ғой. Менің қадамымды есептеп, не істеп не қоятынымда шаруаң болмасын. Деп ақырған. Арай сонда да шаңқылдап күйеуінің бетінен алып төсіне шапты. Еркін сияқты үндемейді деп ойлаған болар. Бірақ тепкінің астында қалды. Өй, мынау не дейді маған? Не істесем де өзім білемін. Сен түгілі әке шешем бұйырмайды маған деп бас көз демей әбден ұрған болатын. Ғабиттің жанына, жүрегіне үңілген сайын бойын қорқыныш билейді. Арайдың еш жерде жұмыс істемесе де, қалтасында уыс-уыс ақша жүреді. Қайдан аласың осынша көп ақшаны деп сұраса, шаруаң болмасын деп жекейді. Біраз күндерден соң Ғабит үйге 2 қызды алып келді. Бұлар менің группаластарым деді. Күйеуінің группаластарын дастархан жайып күтіп алды. Ішіп шегіп алған олар сол түні бір бөлмеде түнеп шыққан. Үшеуі жатын бөлмеде нендей тірлікпен айналысып жатқанын бұл мына жақта біліп жатса да қыңқ етпеді. Күйеуі 10 қызбен жатса да Арайға бәрібір болып қалған. Тек тыныштық берсе болғаны. Кел, сен де көрсейші қатыным-ау. Кел, мен саған бәрін көрсетемін. Анау бірінші байың саған не көрсетті, өзің айтпақшы. Өзің айтып едің ғой ол скучный деп. Менімен өмір сүрсең, сен ешқашан зерікпейсің. Келсейші, мынаны шегіп көрші, өмірдің рахатын сезінесің деп, аты жаман шөп шегуге үгіттеп, тәлтіректеп мұның соңынан қуып еді түн ортасында.
Бұл көршілерінің үйіне қашып шығып әрең құтылған. Осы секілді жағдайлар Арайдың үйінде жиі орын ала бастады. Үйге тобырын жинап алатын Ғабит таң атқанша жын ойнаққа айналдырады. Бірдеңе дейін десе, таяқтың астына қалатынын біледі. Іште егілген күйі бөлмесінің ішінен кірттеп алып бүк түсіп жатқаны. Олардың көзіне түспеуге тырысады. Міне, Ғабит тағы да үйге тобырын жинады. Ішім жемдерін өздері алып келіпті. Сонда да бұл ләм деп ауыз ашпай, сызылып жүріп дастархан жаю керек. Өйтпесе болмайды. Әйтпесе, достарының көзінше былапыт сөздерін боратып, тіпті соққыға да жығуы мүмкін. Түрлері қорқынышты, сөздері дөрекі достарынан қорқады бұл. Әсіресе көз сүзіп отырған әне біреуінен. Бекерге қорықпапты. Түн ортасы ауғанша ішіп, шегіп, қарқылдап күліп, ауыздарына келгендерін айтып уақыт өткізген басқа жолдастары қайтып кетті. Ал көз сүзген тәпелтек досы үйде қалды. Ғабит қылжиып отырған жерінде ұйқыны соғып жатыр. Сол тәпелтек әліне қарамай, тәлтіректеп келіп, мұны төсекке сүйреуде. Айқайлап ұрсайын десе күйеуі оянып кетеді. Ол оянса, екеуінде оңдырмайды. Үйден екі өлік шығуы мүмкін. Тәпелтекті итеріп құлатып, өз үйінен қашып шықты, амал жоқ. Әріптесі Сабинаның үйіне барып қонды. Оның мамыражай тып-тыныш өмірін көріп, өкініштен өкіріп жылаған. Бар қызықты ырду-дырду, ойын-сауықтан іздемей, екі балапанынан тапқан әріптесі бұған қарағанда әлдеқайда бақытты екен. Бұл күнде еркінді ойлайды. Ғабитпен салыстырады. Айырмашылықтары көк пен жердей. Менсінбей кетіп еді. Енді көріп жатқан қорлығы мынау. Еркін бұған ешқашан қол көтерген емес. Жаным деп жалпақтап отыратын үнемі. Неге қадірін білмеді? Неге ғана тып-тыныш отбасылық өмірдің қадіріне жетпеді? Өкінгеннен бармағын шайнайды ол. Дәл қазір Ғабиттің бойынан Арай еркіннің қасиеттерін іздейді. Оның да 5 мезгіл намаз оқып, әр күніне шүкіршілік етіп, тек қана өзінің көзіне қарап отырғанын қалайды. Ырду-дырдусыз тып-тыныш өмірді аңсайды. Кезінде еркінге сен іш пыстыратын еркексің. Биге апармайсың, шарап ішкізбейсің. Менің ғана көзіме қарап отырмай, басқа қыздармен де жүріп көрсейші деп айтушы еді. Енді міне, бұл күйеуі 2 күннің бірінде үйге жеңілтек қыздарды алып келеді. Досының иттігі болса мынау. Арай бүгін Ғабитпен ажырасатынын айтып еді, тағы да таяқ жеді. Менен өлгенде құтыласың. Сендер ақымақты тапқан екенсіңдер, қаласаңдар тиіп алып, қаласаңдар тастап кететін. Менен оңай құтылмайсың. Жердің түбіне кетсең де, іздеп тауып аламын. Кететін болсаң, өлдім дей бер. Деген күйеуі тағы да көгала қойдай етіп сабап тастады. Сол көгерген көзіне дәрі алу үшін Арай дәріханаға барды. Дәріхананың қарсы бетінде театр бар. Бұл жерге еркін екеуі қолтықтасып баяғыда жиі келетін. Сол күндерді қайта аңсаған ол екеуінің бұрын жүріп өткен іздеріне қарап, ойланып тұрып қалды. Бір кезде дәл сол екеуі жүріп өткен жолмен таныс сұлба кетіп бара жатқанын байқады. Сілейіп тұрып қалды. Бұл еркін ғой. Ал қасындағы кім? Аппақ орамал тағып алған сұлу келіншек кім? Арай тұрған жерінде сұлқ түсіп отыра кетті. Еркін. Еркін. Бері қарашы, бұл мен ғой. Қасыңдағы кім? Сен кімді ертіп барасың? Менен басқа бөтен қызға қарамаушы едің ғой. Еркін маған бір бұрылып қарашы. Жаным менің, мені мына жерден алып кетші. Бері қарашы маған. Бір бұрылып қарашы ең болмағанда. Қадіріңді білмеппін ғой мен, бейбақ. Еркін. Кешірші мені деген Арайдың ішкі дауысы жан ұшыра айқайлап жатты. Жаңғырығынан жан шошитын бұл дауысты өзінің ішкі дүниесіндегі арынан басқа ешкім де ести алмады. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Бірер күнде каналға жаңа қызықты әңгіме шығады. Рахмет.